қарызға кіріп кеттім. Бір емес бірнеше рет қайталанып жатыр менде осы қателік. Не болмаса туысқандарым мені қолдамайды, барлығы менен бас тартып тастап кетті. Жалғыз қалып кеттім. Не болмаса осы жағдайды көтере алмай жатырмын, қиналып жатырмын деген адамдар болса, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Мен де бір емес бірнеше рет кіріп шыққан адам ретінде осы тақырыпты қозғай аламын, біреуге кеңес бере аламын деп ойлаймын да. Мен бір ақымақтығыммен не болмаса бір қаржылай бір пирамида сияқты бір нәрсеге кіріп кеткеннен емес, бір ағында жүре алмайтын адаммын да. Мен сондай мемлекетте жұмыс істеген жоқпын ешқашанда, бір жалақыға өмір сүрген жоқпын ешқашанда. Үнемі бір нәрсе жасағым келетін адаммын да. Өзімнің ісім болғанын қалайтын, бизнеспен айналысқысы келетін, сондай рискке бара алатын адаммын. Бір өсінде жинаған ақшамды салып күйіп кетсем, бір кезінде кредитке алып кірген кезім болды да, кредитке алып та бастап көрген кезім болды. Сондай кездерде мен түсінгенім, сіздерге айта кетейін. Біріншіден болмайтын ақшаға кіріп кететін адамдар, болмайтын болғанда қалай сауатсыз, керек емес нәрсеге ақша салып та, жаңағыдай 5.000 теңге салып 10.000 теңге қылып аламын, 1 миллион салып 2 миллионға қайтарып аламын деген адамдарға айтайын дегенім, финансовый грамотностьті үйреніңіздер. Финансовый грамотностьқа хотя бір кітап оқыңыздар. Болмаса сол тақырыпта түсірілген подкасттарды, пайдалы видеоларды қараңыздар деп айтқым келеді да. Ал екіншіден, мен сияқты адамдар болса, егерде бизнесқа кіріп күйіп жатқан адамдар болса, ондай адамдарға айтатын кеңесім, шешім қабылдай біліңіз. Өзіңіздің өміріңіздің егесі өзіңіз бола біліңіз. Өзіңізді қолыңызға аласыз ба егерде осы жағдайдан? Мен күйген жағдайда өзімді алып шыға аламын ба деген сұраққа алып шыға аламын, толық сенімдімін деген сондай жауап тұрса, сіздің ішіңізде, миыңызда, ақылыңызда, сондай кезде ғана кіріңіз деп айтатын едім да. Бірінші адамдар жаңағыдай лохотронға ермеңіздер, жаңа миллион салып 2 миллион шығарып аламын дегенге, ол үшін жаңа финансовый грамотность дамытыңыздар. Екінші типтегі адамдар болса, бизнеспен алсам деген, ол кезде қанша ақшаға сен көтере аласың, қанша ақшаға қарыздан шыға аласың, сол жағдайға қарай әрекет жасайды деп ойлаймын. Любой адам негізінде оны көтере алатын адам ғана жасайды. Отырлықты ондай рискке сондай адамдар ғана бара алады да. Сол үшін тек қана өзіңнің өміріңнің жауапкершілік ала аласың ба, сол ситуациядан шыға аласың ба, істеп көріңіз, қателесіп көріңіз, ол нормально. Осылай жасаңыздар.